Теңіз тасбақалары планетаның ең ежелгі рептилиялары туралы қызықты деректер. Теңіз тасбақалары динозаврлар кезінде өмір сүрген. Олар 100 миллион жыл бұрын пайда болған. Бұл күндері ғалымдар теңіз тасбақаларының 7 түрін таниды. Олардың алтауына қауіп төніп тұр. Тасбақалар түрлері олардың мөлшері бойынша ерекшеленеді. Ең кішкентай түрі Атлантикалық Ридлей, ұзындығы шамамен 70 см және салмағы 40 кг дейін. Ал былғары тасбақаның ұзындығы 180 см дейін жетеді және салмағы 500 кг. 1988 жылы Уэльстің батыс жағалауында ең үлкен теңіз тасбақасы табылды. Оның рекордтық ұзындығы 2,5 метр, ал салмағы 916 кг. Теңіз тасбақаларының тістері жоқ. Олар тамақ алу үшін тұмсық тәрізді аузын пайдаланады. Бұл тұмсық кератиннен жасалған. Біздің тырнақтарымыз дәл сол материалдан жасалған. Теңіз тасбақалары қызыл, қызғылт сары және сары түсті тағамдарды жақсы көреді. Теңіз тасбақалары туралы тағы бір таңқаларлық факт: азық-түлік тапшылығы болған жағдайда олардың көпшілігі шамамен 365 күн өмір сүре алады. Теңіз тасбақаларының тас қабығы 50-ден астам біріккен сүйектен тұрады. Сондықтан олардың сүйектері сыртта болады. Сондай-ақ оларды жүзуге көмектесетін жеңіл губка тәрізді сүйектері бар. Олардың алғашқы жылдары құпия. Теңіз тасбақаларының өмірінің алғашқы бірнеше жылын жоғалған жылдар деп атайды. Себебі кішкентай тасбақаларының өмірге келуі мен олардың жағалаудағы таяз суға оралуы арасындағы уақытты зерттеу өте қиын. Жоғалған жылдар кейде 20 жылға дейін болуы мүмкін. Сарапшылардың пікірінше, 1000 жаңа туған теңіз тасбақасының тек 1 не 2-сі ғана қартайғанға дейін өмір сүреді. Бұл олардың жетілу үшін көп уақытты қажет ететініне байланысты. Осы уақыт ішінде балапандар мен жас тасбақалар жыртқыштардан бастап теңіз пластиктеріне дейінгі көптеген қауіптерге тап болады. Теңіз тасбақаларының аналықтары үнемі өз жұмыртқаларын салып, оларды құмды ұяларға көміп тастаған жағалауға оралады. Теңіз тасбақаларының навигацияға таңғажайып қабілеті олардың жердің магнит өрістеріне сезімталдығымен түсіндіріледі. Көбеюден кейін 4 жыл ішінде жұмыртқа салмайтын бірнеше тасбақа да бар. Теңіз тасбақаларының жұмыртқаларының санына келетін болсақ, аналық бір уақытта 190-нан астам жұмыртқа сала алады. Теңіз тасбақаларының еркектері ешқашан құмдағы туған жеріне оралмайды. Теңіз тасбақаларының аналықтарында аналық инстинкт жоқ. Жағалауға жұмыртқа салып, болашақ ұрпақтарын бірден қалдырады. Сондай-ақ әр тасбақаның бірнеше әкесі бар. Теңіз тасбақа өмірі жүгіру жолы емес, марафон. Теңіз тасбақалары керемет қашықтықта қоныс аудара алады. Рекордты 647 күнде Индонезиядан Американың батыс жағалауына дейін шамамен 20.917 км жүзіп өткен аналық былғары тасбақа орнатқан еді. Ол күніне 32 км 18 метрден асады. Теңіз суы бұл теңіз тасбақаларының баспанасы, және олар бар өмірін сонда өткізеді. Теңіз тасбақалар үшін ең үлкен қауіп балық аулау құралдарына түсу. Оларға әлі күнге дейін агрессивті аң аулау жүргізіледі. Дегенмен, көптеген елдерде олар заңнамалық деңгейде қорғалған. Теңіз тасбақаларының 50%-дан астамы кем дегенде бір рет пластикті немесе басқа адамның қоқысын жұтып, оны тамақ үшін, мысалы медуза деп ойлап жеген жағдайлары көп кездеседі. Жағажайға лақтырылған пластик ұя салатын кеңістікті шектейді және ұсақ бала тасбақаларға мұхитқа апаратын жолдарды жауып тастайды. Теңіз тасбақаларының өмір сүру ұзақтығы 60-тан 80 жасқа дейін. Сонымен қатар, теңіз тасбақалары 30 жасқа жетіп, өмірінің ең белсенді кезеңдеріне өтеді.